Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы магниттік қасиеттер, электрлік және магниттік құбылыстар. Бүгінгі сабақта металдарды магниттеуді үйренесіңдер. Электр құралдарын пайдаланғанда қауіпсіздік шараларын сақтаудың маңызын білесіңдер. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын магнит туралы білімімізді еске түсірейік. Балалар, суретке назар аударыңдар. Магнит қандай заттарды тартады? Магнит металл заттарды тартады. Магнит қандай заттарды тартпайды? Магнит пластмасса, қағазды тартпайды. Магниттің неше полюсі бар? Магниттің 2 полюсі бар. Олар қалай аталады? Солтүстік және оңтүстік деп аталады. Магниттерді қайда пайдаланады? Медицинада, физиологиялық емдеуде, зауыттарда, тұрмыста пайдаланады. Магниттің күшін өзгертуге немесе оның магниттік қасиетін жоюға бола ма? Болады. Егер магнитті ұрса, қыздырса, оның магниттік қасиеті жоғалады. Магнит кедергінің арғы жағындағы заттарды тарта ала ма? Мысалы, шыны, қатты қағаз арқылы заттарды тарта алады. Жарайсыңдар балалар, магнит туралы көптеген мәліметті еске түсірдіңдер. Сендер магниттің солтүстік және оңтүстік полюсі болатынын білдіңдер. Солтүстік полюсті N әрпімен белгілеп, көк түспен бояйды. Оңтүстік полюсті S әрпімен белгілеп, қызыл түспен бояйды. Полюсі бірдей магниттерді бір-біріне жақындатса тебіледі. Полюсі әртүрлі магниттер бір-біріне тартылады. Заттардың магниттік қасиетке ие болуы үшін не істеу керек? Бұл сұрақтың жауабын білу үшін бейне материалға назар аударайық. Аружан, бүгін біз магниттің қасиеттерін зерттейміз. Алдымызда әртүрлі заттар бар. Солардың қайсысы магнитке тартылады екен? Кәне қарайық. Міне бұранда. Бұрандалы шегеде тартылды. Канцеляриялық шеге. Аружан, сенің қолыңдағы магнитке біраз зат тартылыпты ғой. Олар неден жасалған? Мына ағаш қыстырғыштардың ортасында темір серіппелер бар. Ал қалған заттар толықтай темірден жасалған. Ал мына заттар неге магнитке тартылмады? Себебі олардың құрамында темір жоқ. Резеңке, ағаш, мына пластиктан жасалған. Жақсы. Сонда Аружан, қандай заттар ғана магнитке тартылады? Құрамында темірі бар заттар ғана магнитке тартылады. Қазір біз магнит кедергіден заттарды тарта ала ма, соны тексереміз. Мұнда кедергі топырақ. Ендеше магнит арқылы шегелер мен қағаз қыстырғыштарды тауып көрейік. Міне біреу. Екіншісі де таптық. Магнитіміз күшті ғой деймін. Топырақтың арасынан да тауып жатыр. Болды. Сонда біз бұл жерде Аружан не көріп отырмыз? Магнит кедергі арқылы затты өзіне тарта алатынын көріп тұрмыз. Балалар, бейне материал ұнады деген ойдамын. Барлық металды магниттеуге болмайтынын білдіңдер. Балалар, тек 9 металл магниттеу қабілетіне ие. Олар ферромагнеттиктер тобына жатады. Феррум латынша темір деген мағынаны береді. Барлық магнит темір, кобальт және никельдің құйындысынан тұрады. Ал мыс, алюминий, алтын сияқты металдар магниттелмейді. Есте сақтаңдар. Құрамында темірі бар заттар жақсы магниттеледі. Балалар, адамдар неге бұрағыштар мен қысқыштарды магниттейді? Қалай ойлайсыңдар? Магниттелген бұрағышпен бұрандаларды бұрау жеңілірек. Магниттелген қысқышпен тар саңылаулардан шегелерді оңай алуға болады. Балалар, сендер үлкен магнитті көрдіңдер ме?
жер ғаламшарын үлкен магнит деуге болады. Себебі ғаламшарымыздың қойнауында темір мол. Сол үшін де жер ғаламшарының магниттік қасиеті бар. Адамдар көкжиек тұстарын анықтау үшін тұспақдарды қолданады. Ол жер магнитінің солтүстік және оңтүстік полюстерін көрсетеді. Балалар, сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Біз электр энергиясы туралы білеміз. Электр адам өмірі үшін аса қауіпті. Сондықтан қауіпсіздік техникасын әрдайым есте сақтау керек. Суреттерге қарап, электр құралдарын қолдану кезінде қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керек екенін айтыңдаршы. Розетка дұрыс бекітілмесе, оны қолдануға және оған кез келген металл затты сұғуға, оны бұзып көруге болмайды. Жұмыс істеп тұрған электр құрылғыларын су қолмен ұстауға және оларды судың жанында қолдануға болмайды. Себебі су жақсы электр өткізгіш. Электр сымдарына тиісу адам өміріне қауіп төндіреді. Сондықтан сымдар жүргізілген бағаналардың жанында ойнауға, сымдарды қолмен ұстауға, тіпті оның маңына жақындауға да болмайды. Мысалы, батпырауық ұшырып, доп ойнаған кезде абай болу керек. Себебі электр сымына тисе, тоқ соғуы мүмкін. Электр құрылғыларын тоқтан дұрыс ажырату керек. Құрылғыны сымынан тартуға болмайды. Балалар, аралар неге гүлдерге қонады? Араның түкті денесі не себепті қалың тозаңмен қапталған? Қалай ойлайсыңдар? Аралар гүлдерге қонып шырын жинайды. Ұшып жүрген араның денесіндегі түктері ауамен үйкелу нәтижесінде электрленеді. Сондықтан өсімдіктердің тозаңы оларға оңай жабысады. Балалар, Негеш пен Эврика сұрақтар дайындапты. Олардың сұрақтарына бірге жауап берейік. Қарапайым электр тізбегі қандай элементтерден тұрады? Батарея, шамдар, кілт және байланыстырушы сымдардан тұрады. Тізбектегі элементтер қандай қызмет атқарады? Батарея электр энергиясының көзі. Сым арқылы электр өтеді. Кілт тізбекті қосып ажыратады. Шам жанады. Қауіпсіз екі электр көзін атаңдар. Олар күн батареясы және жел генераторы. Шам жарқырап жану үшін электр тізбегінде не болу керек? Энергия көзі болса, шам жарқырап жанады. Байланыстырушы сымдар тұйықталған тізбек құруы керек. Шартты белгілер не үшін қолданылады? Шартты белгілерді электр құрылғыларын көрсету үшін пайдаланады. Балалар, келесі тапсырманы орындайық. Құралдарды шартты белгілермен сәйкестендіріңдер. Олар теледидар, сым, розетка, батарея, аспазшам, шәйнек. Кәне балалар, ойланайық. Олай болса балалар, өз жауаптарыңды тексеріп көріңдер. Жарайсыңдар балалар. Суретке қарайық. Магнитке тартылатын заттар мен тартылмайтын заттарды екі топқа топтастырыңдар. Жауаптарыңды тексеріп көріңдер. Магнитке тартылатын заттар шегелер, қағаз қыстырғыштар. Магнитке тартылмайтын заттар өшіргіш және қағаз. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта металдарды магниттеуді үйреніп, электр құралдарын пайдаланғанда қауіпсіздік шараларын сақтаудың маңызын білдіңдер. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.